Дәл браузердегідей бәр заттарды істеп шықтым. Бәр дұрыс, по-моему. О, сағат уже түс болып қалыпты. Дәл уақыты келді жасаудың. Ал мына сағатты орнына қойып, сол әлемге аттануымыз керек. Башы. Ал бісміллә. Жасап тұр қойық. О, дұрыс тұрды. Ровно дұрыс тұр, пайди. Бұл сағат бізді 2056 жыл біздің ауыл қалай болады, соған апаратын болады. Ал бассайғы. Осы рычаг тартқанда осылай қарай әкелініп бізді апаратын болады. Рычаг тарт жіберейік рычагты. Ал ең қиын, ең не сәт бұны басу. Бұл механизм қалай істейді? Мұнаны тартқан кезде маяк іске қосылып, бізді болашаққа апаратын болады. Браузердің айтуы бойынша ол платный браузер, ең қауіпсіз. Ал көрейік. Экраныма не болды? Не болды? Басым деген айналып кетті ғой. Басым деген сынып баратыр. Қаяқтан пайда болдым? Ауыл? Мынау сонда біздің ауыл 2056 жылы ма? Бұлай бұл никак өтсем, бірақ біздің ауылдың табиғатына ұқсамайды. Ал сонда мен қараңғы батып баратыр ма? Ауылға жетіп айықшы. Аям сынып баратыр. Бүгін түнде осы ауылда ұйықтап олайын. Ертең түнде жетелдермен не болып жатқанын сұрайым. Ема, басым сынып баратыр. Ема, мына жақта ештеңе жоқ екен ғой. Су бар ма? Су сәл үйге бара берейікші. Ше. Ема. Нормально болып қалды ма өзіме кеп? Может, маған осы жақта выживать етіп, маған дәл жаңағы құрастырған басқа әлемге өткізетін не бар ма? Соның басынан жасап шығу керек шығар. Маған шерсть, маяк керек, маяк табу. Өте қиын, ол табылмайды, оны тек визордан аласың. Онда мен до конца выживать етуім керек болып тұр ғой, значит. Онда мен видео бастап, выживаниям бастайын. Хей, бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Сэнди. Бүгінгі видеода біз осы жақта выживать етуіміз керек. Выживание басталды, қысқасын айтқанда, сіздерге түсіндіріп кетейін. Мен алдыңғы дегенде кеше түнде мен өзім басқа әлемге 2056 жылға өткеретін портал сияқты машина жасаған болатынмын. Сол машина дұрыс істемеді ма, мен ойлаған жаққа апармады. Сол енді осы жақта мен выживать етіп, дәл жаңағы затымды жасап шығаруым керек. Сіздерге айтарым осы, онда выживаниям бастайық тез-тез. Мен ауылға тез-тез қайтқым келеді. Мынау және жаңа ауыл екен, кәдімгідей. Біздің ауыл есі кіріп кеткен, кішкентай ауыл еді. Сондықтан, сразу плюстамыз ғой жігіттер. Киіп. Достар, мен осы ауылда қала берем ғой деймін. Өте керемет, күшті ауыл сияқты. Ауыл үлкен ғой мынау. Мен әдем жерден шығарыпты не болса да. Мына жақтарды қарайық. Ема, обсидиан сразу мане. Железо. Нан. Достар, дұрыстап алдым. Жаңа сәл-пәл қатты болды. Сол мен сөйтсем
керек емес бір қаттыратын приложение қосылып кетіпті. Ренжімеңіздер. Голем бар екен. Міне, ма сонда 3 кузница ма бір ауылда? Вообще кайф. Қана? Ішінде не бар? Ма біз уже жасап тұрық екен ғой, я? Кирка. Достар, бәрібір бүгінгі видеода бармаймыз атқа. Достар, қазір біз ұйықтап алайық, сосын таңда бәрін істейтін боламыз. Менде қазіргі план әртүрлі заттар, инструменттер жасап, үй салу. Үй салу дегенде әдемілетіп, өте керемет шағын ғана үй салу. Достар, әрине мен постройщик емеспін, сондықтан да үйіміз коробка болуы мүмкін. Ноутбук қатып қаншет. Қатып атыр что-то. Достар, мен кесе саған болатын ол жерін, себебі ұзақ қатып қалды. Что-то ноутбук қатып істеп атыр. Негізі ондай жоқ еді. Қазір кожа керек па, достар? Аласаш кожаны. Кожа негіз бізге қазір қатты керек емес ше. Достар, бұлай ағаштар жинап, сосын бір ағаш аласайынш. Тағы қатып қалды. Достар, қату көп болып жатыр, ренжімеңіздер. Ағашты аласайық. Достар, қой құрсынш. Достар, мен полный ағаштарды, өзіме керек ағаштар қазып болғаннан кейін видеоны жалғастырып, үйді салып жатқан жерімнен бастайтын боламын. Достар, қазір осы жаққа үй салатын боламыз. Примерно осы жерлерге әдемілетіп үй саламыз. На блоктарды апсақ, керек емес блоктарды. Достар, видео записім әрине қатат Менің записімнің сөйлеп атқан сөздерімнің өзі қаты қалыпты, сондықтан да мен озвучкамен түсіріп жатырмын. Достар, не істейміз? Уже уақыты келген ноутбук, не микрофоным жоқ. Қазірше осы, кейін нормальный микрофон, ноутбук, видеокарта салатын болам, нормальный сол кезде дұрыстап жасайтын боламыз бәрін. Қазір, достар, менде примерно осы кузницаға қарай не болады, есік. Ағаштарын бәрін айналдырғайын. Достар, қалай бәрін бірде сразу айналдыра салатын еді, соны ұмыт қаппын. Комментарияға жазып кетсеңіздер. Ал, достар, үйді бастап болғаннан кейін записімді қосып жасайтын болам. Қазір ұзақ уақыт керек, ол бәрін жасап отыруға. Мен озвучка өте қиын, достар. Озвучканың өзі осы микрофонмен түсірілгендіктен шум көп болады. Ол өте қиын. Достар, мен де түсінеді деп ойлаймын. Видеоны әлі мен қысқартуым керек барынша. Достар, ал үйдің примерно планын құрып болғаннан кейін сіздерге көрсететін болам. Достар, міне осындай кішігірім коробка үй шығып жатыр. Алдын жасайым. Осы бар, достар, мен әлі қалай жасасам болатын түсінбей атырым дұрысты. Ағаш та бітет менде. Сол ағаш алып келуге қайттан барам. Ағаш примерно қазір 2 стактай ағаш шығарып келет жарым. Себебі бұл ағаштар жетпейді. Мен ағашқа барып келейін онда, достар. Ағаш серіп болғаннан кейін мен записті қосатын болам. Достар, аузым ауырып кетті, мен озвучканы түсіре беріп. Не істейтінін білмеймін ше бұл. Қалай бұл проблеманы қалай шешетінімді. Достар, осындай кішігірім үй болды. Бізде коробка. Маған бастамасы ұнамады, сосын терезелерін осыйтып әдемілеп шыққан болатынмын. Сырттан көрсететін болам сіздерге. Сырттан осылай көрінеді. Достар, мына екі шеті ұнамады, ұнамай тұр. Келесі бөлімдерде біз жалғастыратын боламыз бұл үйімізді. Достар, мен ар жақта бір шахта көріп едім, сол жаққа барамыз. Бірінші тамақ жасап алайық. Бізде пшеницаға айналдыратын
дәу түрі бар, сол атын ұмытып қалдым ше. Соны пшеницаға айналдыруымыз керек. Біз пшеницаға айналдырайық онда. Қанша 39 штук ба шықты примерно. Мен нан жасауды ұмытып кетіппін ғой бұны. Нан жасап аяқ достар енді. 12 штук нан шығады екен бізде. 12 штук нанымызды алайық. Сонымен шахтаға аттанайық. Шахтада достар, мен осы жақын жерде бір шахта көрген болыппын. Сол шахтаға бара саламыз. Тамақ жеп алайын, аштан өлейін деп отыр. Мен уже нағып жүгіре алмай жатырмын десем, аш болып тұр екен ғой жаңа. Достар, осы шахтаға түсу керек. Достар, мен айтпақшы, бізге терезеге песок керек қой, песок алайын. Жақын жерде песок жоқ сияқты. Артқа қайта салайық, шахтаға түсеміз. Заттарымыздың бәрін сундыққа салып, сонымен шахтаға барайық. Болмаса бұл болмай кетті. Сундық жасап алайық, бір 2 штуктай. Бір штук сундық жетен бе екен? Екіншісі керек болады, біреуіне симай қалуы мүмкін. Сондықтан да сундығымызды осы жерге қоямыз, кроваттан қасына. Ал достар, осындай бізде қазір видео ұнап жатса, лайк, комментарий жазып, басып кетейік. Осы именно барлық видеомды көрсеңіздер, мен осы сөзден жатсам, комментарий жазып, лайк жазып деп қоя берем. Осыған ренжімейсіздер. Енді солай болып қалып жатыр. Заттарымыздың бәрін салып тастайық қазір сундығымызға. Достар, видео қызықты болып жатыр деген ойдамын. Егер лайк, комментария басып, жазып, қайталап айтаға бердім ғой. Бұнда бір тілім бұратылып жатыр достар, озвучка жазам деп. Өте қиын екен озвучка жазу. Достар, осы шахтаға түсек, нормальный терең шахта сияқты. Угыл, дұрыс болып же ағаш алып шыққан. Угылымызды біз айналдыратын боламыз факелге. Факел жасаймыз да шахтаға емін еркін түсе беретін боламыз. Бұл өзіме ұнайды. Шахтаға түсу кайф заттардың бірі. Железо табу, алмас табу, бір өзіңді бір күшті сезініп қаласың, жаңа уровеньге көтерілгендей. Маған көптеген железо бар. Мына шахтамыз пустой ғой. Пустой шахта керек емес. Достар, пайдемен жалғасы бар ма нена шахтан? Мына жерде жалғасы бар сияқты кіріп көрейік. Тупик. Дұрыс болды. Достар, мен үйге барып ұйықтап алайын, сосын ар жақта бір терең шахта көргем, соған түсеміз. О шахта нормально так терең болу қажет. Құлап, үйтіп түсіп алдық ал жерге. Достар, аман есен қондық, бастысы. Өл қамадық. Бұл шахтада тупик ба не? Қанымды ішіп қойды. Нормально сонда, есі дұрыс шахта жоқ па жақын жерде? Жалғастырамыз осы шахтаны. Бірақ болған түсіп жүру азап қой. Сондықтан да бұлай-ақ міне берейік. Достар, алдағы уақытта мен микрофон аламын деп ойлаймын. Сол үшін маған лайк. Достар, маған бір идея келді, достар. Пол жасаймыз деді қой, сол полды осы диоритпен жазсақ. Диорит бе атқан деді? Диорит қой деймін. Осы диоритпен жазсақ қалай қарайсыздар? Диорит жақсы ше негізі. Маған ұнайтын блоктардың бірі полға әдемі кетеді. Осы жақта тұрған диориттердің бәрін алып аяқ, сосын қайтатын боламыз үйімізге. Осы угыл керек ше бізге угылда. Осы бар теріп болып, угылды да алып алатын боламыз. Достар, если сіздерге осындай видео ұнайтын болса, комментарияға жалғастыр деп жазып кетіңіздер. Мен міндетті түрде бұл видеоны жалғастыратын боламын. Достар, осы видео қызықты болып жатыр деген ойдамын. Өткені мен достар, мен бұл видео монтаждап 20 минутқа титыратын шығармын. Бұл негізі мүлде 20 минут емес, бұл 50 минуттық видео. Осы бір запистің өзі, менде 3 запис бар, солардың әрқайсы 10 минуттан минимум.
Достар, жаңа менде память толып қалып, запись өшіп қалды. Сондықтан да запись жазылмай қалған екен. Мен шахтаға барып келдім. Шахтаның ішінде дым жоқ. Сонымен мынандай не жасап тастадым. Мына жақта печка бар. Сол печкамды қойып тастайын. Сосын достар, жаңа мен қазып атырып, жердің астын қазып атып, өзім шахта жасаймын деп сіздер айтқанды запись қосып тұрмын ба білмеймін. Өзім бұлай қарай қазып бара жатқанда бір шахтаға кезіктім. İçine әлі сіздерсіз кірген. Мынау екен бұл. Ема. Сәл болмағанда өліп қойын деді қой. Мына жақта железо бар, қазып алайық тез-тез. Мына жақтағы нелер? Железный мечтің өзімен өлмей кеткен. Или мен дұрыс ұрып атқан жоқпын ба? Суды тоқтатып тастайықшы. Достар, мен атқа бар емес па, дайындалып болып бірақ барайын деп жатырмын. Себебі ояқта бізді вообще қырып тастайды. Ояқтағы мобтарды керек болып тұр ең маңызды. Дұрыс емес, кнопка басып жібердім. Мына тапқан железаларымызды жинасып кетейікші қазір. Екіге бөліп. Міне. Мына жаққа нан саламыз да, тоже екіге бөліп жібереміз. Мына жаққа мынау. Мына жаққа мынау. Бұлар не істей берсін? Ал мен қайтадан шахтаға кеттім. Какой-то криперден өліп қалған болмады енді. Ұят болды. Достар, жаңағы жаққа қарай бара берейікші. Осы мынаумен чит, мынаумен ұрамыз. Болды. Бұл бізге үлкен плюс. Кайф. Ішінде достар, алмаз табуға деген шанс өте көп. Сондықтан да бұл шахта ұнайды маған. Маған бұл шахтан сундықтар кәдімгідей окуп әкеледі бізге. Осы шахта табылса екен деп жүріп едім. Негізі жерді, дұрыс жерді қаза салғаным да дұрыс болды. Достар, мен өзім әдейлеп тұрып іздеп қазған болдым ол жерді. Іздеп тұрып енді мод қоспадым, ештеңе қоспадым. Примерно үйден сәл-пәл алыстау қылып жасайын деп едім. Натуре іске асты. Ал жарғыш. Әзірге алмаз кездестірген жоқпыз. Алмаз кездестірсек те бір нормально штуктап кездестірсек жақсы болар еді. Қазіргі железода нормально. Киркам сынса бар емес, достар, бұл шахтадан шыға салам. Келесі бөлімге дұрыстап тұрып қалдыратын боламыз бұл шахтаны. Сол кезде жақсылап аралап сіздерге көрсететін болам. Әлі бір алмаз кездестірген жоқпыз ба? Қаяққа қарай барамыз? Мұнан жауып тастағым келіп тұршы мен. Бір. Өліп қалатындай болды ма не сонда? Достар, онда осы бөлім қызықты болды деген ойдамын ше. Нормально окупқа кірдік. Осы
тапқан железаларымызды қайнатып жіберейік. Өзіме полный сет жасап алғым келіп тұр. Менде не бар? Аяқ киім. Шлем керек. И болды. Достар, біз осы бөлімде өте жақсы окупқа шықтық. Полный железо болдық. Сет жасадық, полный железо. Мына жақта әлі бір жарты стак не бар? Қазір кирка жасап алайыншы өзіме. Кирка керек. Артық кирка бар. Бүгінгі бөлімде біз жасаған заттарымыз осы. Достар, бір аттың не порталын жасап қоя саламыз ба? Аттың порталын примерно дұрыс жерге жасау керек қой. Үйдің алдына емес, шетелдер кіріп кетпейтіндей. Осы жерге жасай берем. Не қателік болды бұл жерге жасаған. Кейін бұл нені әдемілетіп аламын өзім. Бұны енді бізде зажигалка жоқ қой. Гравий керек ол үшін. Ұйықтап алайық қазірше. Достар, онда мен осы бөлімді осы жерден аяқтаймын. Себебі осы уже 1 сағат болды. Бұны монтаждауым керек әлі. Бұны монтаждауым керек. Монтаждауға да ұзақ уақыт керек. Минимум бұл видеоны мен 20 минутқа шейін создыратын шығармын. Себебі бұл ары қарай қызықсыз болып кетеді. Осы бөлімде біз ауыл болды. Біздің шыққан сетіміз өте әдемі. Порталды сразу жасай алдық. Және де шахтамыз да өте күшті болды. Кәдімгі күшті шахта таптық. Көп ресурстар бар. Сонымен қоса үйімізді жасап алдық. Үйіміздің бастамасын бұл келесі бөлімдерде бұдан да әдемі үйді жасайтын боламыз. Бүгінгі бөлімде жасағандарымыз осы. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Лайк, комментария, тіркеліп, колокольчикті басып кетейік, достар. Қош, сау болыңыздар.